9 бөлім. Иә. Ешқандай қорқыныш жоқ. Жасұлан Балжанның ауласына жақындағанда інілері көріп жүгіріп келді. «Аға, неге келдің? Әпкеме хат бересің ба?» деп күліп қарап тұр. «Жоқ, әпкеңді шақыршы» деген Жасұлан үйдің алдында тұрды. Ол кезде Балжан бауырларына кешкі ас дайындап жатқан. Үйге айқайлап кірген інісі: «Өрік сататын аға келді, әпке сені шақырып жатыр». Жүрек соғысы бір сәт тоқтап қалардай күй кешкен Балжан қобалжи тұрып қалды. Қазандағы пиязы күйіп кетсе де мән берер емес. Тағы да есіктен кірмей айқайлаған інісінің сөзінен далаға аяғын әзер басып шыққан қыз ұялып есік алдына шықты. «Қалайсың, Балжан?» деп қолын ұсынды. Қобалжыған ару ақырын қолын берді. Қолынан жібергісі жоқ Жасұлан: «Мені жақсы көрмейтін болсаң, дәл қазір қолымды жібере сал. Егер жібермесең, мені ұнатады деп ойлаймын». Жымия қарап бірден айтып салды. Балжанға керегі де сол еді. Іштей қуанып тұр бұндай мүмкіндіктің туғанына. Балжанға салса, бұл алақанды мәңгіге жібермес еді. Солай тұрғанда анасы Жамалдың қайдан келе қалғанын сезбей қалды. «Ей, жетесіздер, не істеп тұрсыңдар? Сорлы неме, мылқау болсаң да жігіттерді ұршыша үйретін бопсың. Қарай көр мұны» деп қыздың шашынан сүйреп үйіне кіргізді. Жасұлан не істерін білмей үйіне қайтты. Бар ойы Балжанда. «Қап, әттеген-ай, неге бардым екен? Мен үшін таяқ жеді, қырсық-ай!» Өз-өзін кінәлаумен болды. Өзінің жиіркенішті күнәсына түкіргені бар Жамал бейкүнә қызының жай ғана қол ұстағанына ашуы қара қазандай. Сол күні Жамал қыдырыстан ерте келді. Ондай уақытта келе қоймайтын. Қасындағы өзі сияқты суық бас әйелмен керісіп бар ашуын Балжаннан алды. Сол күннен соң Жасұлан мен Балжан мүлде бір-бірін көрмеді. Тіпті сол күнгі естеліктер есіне түссе, Жасұлан өзін кінәлаумен күндері өте берді. Солай жүргенде жездесінің бірі ауылға келді. Түнгі сағат 12-ден өте есікті қаққанда жүрегі зу ете қалған Балжан көрпесінің астына тығылған еді. Ана бөлмеден анасының даусы жарқын-жарқын шығып: «Ақ жездем-ау, сағындырып кеттің ғой. Мені қашан келдің? Мен естімедім. Қалаға барып өзгергенсің бе қалай?» деп. Жездесі: «Ойымнан бір сәт сен шықпадың. Сені әбден сағындым. Саған ешкім жетпейді» деп барынша сендіріп жатыр. Алайда оның арам ойы тек Балжанға ғана белгілі. Жалғасы бар.